Мәслихат қызметінің негізгі нысаны сессия. Онда Қазақстан Республикасының заңдары бойынша оның құзыретіне жатқызылған мәселелер шешіледі. Мәслихат сессиясына депутаттардың жалпы санының кемінде 3-тен 2-сі қатысса, ол заңда. Армысыздар, эфирде өкілді орган қызметінен ақпар беретін мәслихат хабары. Жыл басы болғандықтан бұл кезеңде әр салаларға қаржы бағытталып, бюджет пысықталады. Қаржы тайғазанындағы миллиардтар мен миллиондар теңге тиынына дейін есептеліп барып бөлінеді. Бюджетті нақтылау депутаттар корпусының назарына ұсынылатын басты мәселелердің бірі. Қала бюджеті бүгінде 52 миллиард теңгені құрады. Қаржының қандай мәселелерге бағытталып, қай саланың кем-кетігіне жұмсалатынынан депутаттар хабардар болуы тиіс. Өйткені қаражаттың сұрауы бар, ал әрбір мәселенің артында халық аманаты, ел сенімі бар. Қалалық мәслихаттың кезектен тыс 36-шы сессиясында бюджет мәселесі қаралып, 9 миллиард теңге нақтылауға ұсынылды. Сессияда қаралған бірінші мәселе 2019-2021 жылдарға арналған бюджет шешіміне өзгерістер енгізу. Жыл басында қала бюджеті 42 миллиард теңге болып бекітілді. Облыстық бюджеттен бөлінген нақтыланған қаржы есебінен қаланың қаржы тайғазаны бүгінде 52 миллиард теңгені құрап отыр. Сессияда депутаттар корпусы назарына 9 миллиард теңгеден астам қаржыны нақтылау ұсынылды. Қаражат маңызды деген салаларға бағытталмақ. Оның ішінде тиісті қаржыларды ауылдық округтердің инфрақұрылымын жақсартуға, әлеуметтік салаларды дамытуға жұмсау көзделуде. Ауылдық округтердің жолдарын орташа жөндеуге 310 миллиондай қаралып жатыр. Инфрақұрылымға байланысты саяхат, Сырдария сол жағалауындағы саяхат мөлтек ауданында, Жезқазған трассасының бойындағы жаңағы нысандарға қаралып жатқан қаржы облыстық бюджеттен Қызылжарма ауылдық округының 900 орындық мектептің жаңағы құрылысына жобалау сметалық құжаттамаларын, сонымен қатар Бірғазан мен Наурызда бізде водозаборлар салынды. Сол водозаборлардың салынған жаңағы жүйесіне қосымша электрмен қамтамасыз етуге осының жобалау сметалық құжаттамаларын қарап жатырмыз. Нақтылауға ұсынылған қаражат қажетінше кезек күттірмейтін мәселелерге бағытталып отыр. Мұны депутаттар корпусы да бір ауыздан мақұлдап, шешім жобасын қуаттап дауыс берді. Бюджетте қаралған қаржылардың барлығы осы негізден әлеуметтік салаға бағытталып жатыр, және білім саласы, одан кейін сол коммуналдық салаға бағытталып жатыр. Енді бүгін біз осы қаражаттардың негізгі осы елбасының жолдауындағы тапсырмасына сәйкес әлеуметтік көмектерді ұлғаюына байланысты сол бағытта қаражаттарды биыл жоспарлап қойып жатырмыз. Сессия отырысында әлеуметтік көмекке қатысты мәселе де қаралды. Биыл кеңес әскерлерінің Ауғанстаннан шығарылғанына 30 жыл. Осыған орай бір жолғы материалдық көмекке қосымша қаржы бөліну ұсынылды. Кеңес әскерлерінің Ауғанстаннан шығарылғанына 30 жыл толуына орай облыстық бюджеттің 40 айлық есептік көрсеткіш 101 мың теңгеден бір жолғы материалдық көмекке қосымша 32 миллион 825 мың теңге қаржы бөлініп, ауған соғысының ардагерлері мен мүгедектеріне 176 мың 700 теңге әлеуметтік көмек төленетін болады. Ұсыныс депутаттар тарапынан қолдау тапты. Сессия барысында қала әкімі Нұрлыбек Нәлібаев алда атқарылар ауқымды жұмыстарға тоқталды. Биыл шет аймаққа айрықша қолдау көрсетілмек. Шет аймақтарға да үлкен көңіл бөлініп жатыр. Салалардың мақсатына саяхат мөлтек ауданының жолдарын шешуге кешегі бюджеттің өзінде осы қазіргі 350 миллиондай қаражат бөлінді. Ол негізі жобаларға негізі 8 миллиард теңге тек саяхат емес, кеме порттары, Әл-Фараби мөлтек аудандары кіреді. Шаһар басшысы сондай-ақ көпбалалы отбасылар мен тұрмыс төмен жанұялардың жағдайларына қатысты мәселенің де назардан тыс қалмайтынын алға тартты. Комиссия құрылды, үкіметтен қосайып тастаған. Бізде де комиссия құрылып, қазір 6 аумаққа бөлініп жұмыс жасап жатыр. Осы жақын күндері бізге қорытындысын баяндайтын болады. Негізі 1100 отбасы бар екен, осы көпбалалы отбасы. Солардың бәрін үйлерін аралап жүрміз. Одан бөлек тұрмыс төмен отбасылардың соған байланысты өзіміз облыс әкімімен бірге нақты шаралар қабылдайтын боламыз. Жыл басы болғандықтан қаржының үнемді жұмсалып, тиісінше бағытталғаны маңызды. Жергілікті билік те, депутаттар да бюджеттің мақсатты бағытталуына бейжай қарамайды. Өйткені халық аманаты үлкен жауапкершілікті талап етеді.
Қала бюджетінде нақтыланған қаржының басым бөлігі шет аймақты дамытуға, ауылдық округтердің жолдарын, ауыз су жүйелерін жаңғыртуға жұмсалмақ. Біткен іске мінші көп, атқарылар істе мін болмау үшін халық қалаулылары қалаға қарасты елді мекендер жайымен бетпе-бет танысуды жоспарлауда. Сайлаушылармен кездесу ұйымдастырып, көптің ұсыныс тілегін тыңдамақ. Бұл туралы мәслихаттың келесі шығарылымынан көре аласыздар. Қазір біздің студиямызға облыстық мәслихат депутаты Нұридин Егенбердіұлы Әмитов келіп жайғасуда. Бірер секундтан соң депутат мінбері айдарында мейманымызбен сұхбатты бастаймыз. Нұридин Егенбердіұлы, студиямызға қош келдіңіз. Алдымен көрермендерімізге өзіңіздің еңбек жолыңыз туралы қалай басталған жөнінде тоқталып өтсеңіз. 1993 жылы Алматы мемлекеттік институтын бітіріп, осында Қызылорда сол кездегі облыстық ауруханасына дәрігер-хирург болып жұмысқа тұрдым. Сол 93 жылдан бастап, осы облыстық медицина орталығы, қазіргі атауы, сол жерде қызмет жасап келемін. Хирургия бөлімінде хирург дәрігер болдым. Одан кейінгі жылдары жедел хирургия бөлім меңгеруші, жоспарлы хирургия бөлім меңгеруші, директордың ішкі аудит жөнінде орынбасары, хирургия жөнінде орынбасары болып қызметтер атқардым. 2018 жылдан бастап осы қазіргі облыстық медицина орталығының директоры қызметін атқарып келе жатырмын. Ал мына депутаттық салаға, депутаттық мандатқа қалай келдіңіз? Жалпы халық қалаулысы болу сізге қандай жауапкершілік үстейді? Жаңғырған ауданынан нөмірі 29-шы Түгіскен сайлау округынан Нұр Отан партиясы қатарынан сайлауға түстім. Сол сайлаудан кейінгі кезде осы депутаттық мандатты алып келе жатырмыз. Енді депутаттықтың жүгі, оның міндеті жеңіл емес деп ойлаймын. Халықтың, елдің сенімі бар, артқан, соның барын ақтау керек. Елдің мұң-мұқтажын, өтінішін билікке, құзырлы органдарға жеткізу, соны оң шешімін табу барысында атсалысу. Енді ол сол бағытта өзіміздің сайлау округымыз бойынша сайлаушыларымызбен кездесіп тұрамыз. Олар да жұмыс орныма да келіп қабылдап тұрамыз. Сонымен қатар хат жолдап тұрады. Сол көтеріп жатқан мәселелерді біз өзіміздің жауапты басқармалар бар, сол басқармаларға жолдап, сол жақта талдап, анықтап, ары қарай мәслихатқа өткізіп, соны шешу жолдарында жұмыс жасаймыз. Елбасы өзінің жолдауында жалпы емханалар болсын, ауруханалар болсын, медициналық құжатты цифрлық түрде қағаздан құтылу қажеттігін алға тартты. Және бірнеше басымдықтар беріп, міндеттерді алға қойды. Осы тұрғыда жалпы біздің облыста болсын, өзіңіз басқаратын облыстық медициналық орталықта болсын, қандай жұмыстар атқарылып отыр? Қызылорда облыстық медицина орталығы осы соңғы 3 жыл көлемінде осы медициналық ақпараттық жүйесіне көшіп жұмыс жасап жатыр. Қазір біздің орталықта толықтай осы электронды құжат жүргізу, электронды түрде ауру тарихын жүргізу 100% іске қосылып жұмыс атқарылып жатыр. Барлық емханалар осы жылда осы цифрлендіру аймағын аясында барлық аудандық ауруханалар барлығы да осы цифрлық жүйеге көшті қазір. Енді жасыратыны жоқ, қазір денсаулық сақтау саласы десе көпті бір толғандыратын мәселелері жиі кездесіп жатады. Қандай сырқаттар жиі көп болып кетті? Қандай сырқаттар жасарып барады? Бүгінгі күні бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша және біздің республикада, оның ішінде біздің Қызылорда облысында да ең өлім жітімнің ең алғашқы қатарында бұл қан айналым жүйесі болып табылады. Қан айналым жүйесі және екінші орында онкология, үшінші орында жарақат, тыныс алу жүйелері келе жатыр. Осы негізгі өлім жітімнің көрсеткіші болып табылатын нозологиялар бойынша қазір біздің аймақта арнайы жол карталары бекітілген. Осы жол картасы бойынша арнайы жұмыстар атқарылып жатыр. Депутат болу бұл терең білімді, үлкен тәжірибені талап ететіні белгілі ғой қашаннан. Жалпы сіз халық қалаулысы болып сайланғаныңызға 2,5 жылдай уақыт болды. Осы уақыт ішінде
мынау Түгіскен сайлау округі бойынша сайландыңыз. Сол жердің қандай мәселелерін нақты шешімін табуына ықпал еттіңіз? Түгіскен сайлау округі бойынша осы 2,5-3 жылдың ішінде біршама жұмыстар атқарылды деп айта аламын. Әсіресе Түгіскен елді мекені бар. Ол жерде былтырдың өзінде үлкен дене шынықтыру комплексі, орта білім беру мектебі және балабақша іске қосылып жатыр. Сонымен қатар Келінтөбе, Қаратөбе, Көктөбе бағытында автомобиль жолдарын күрделі жөндеуге қомақты қаржы бөлінді. 2018 жылдан бастап, енді ол осы 19 жылы өзінің жалғасын табатын болады деп отырмыз. Өзгент елді мекенінде дәрігерлік амбулаториялар ішке салынып жатыр. Ол жерде биылға енді үлкен ауылдық клубты салуға тағы да жоспарлап жатырмыз. Сонымен қатар Машбек елді мекенінде орта мектеп салынып іске қосылды. Сонымен бірге көп ауылды елді мекендерде медициналық пункттар да қосылып іске қосылып жатыр. Енді ол жерде өзіндік жоспар бар, бекітілген кесте бар. Сол кестемен жоспар бойынша барлығы өз қалпымен жүріп жатыр. Облыстық мәслихаттың әлеуметтік және мәдени мәселелер жөніндегі тұрақты комиссиясына мүшелік етіп келесіз. Жалпы осы комиссияның жұмысына тоқталып өтсеңіз, былтыр қандай мәселелер қаралды, қандай мәселелердің шешілуіне атсалыстыңыздар? Мәслихат құрамында арнайы комиссиялар бар, тұрақты комиссиялар. Осы әр бағытта жұмыс атқарады. Менен сол әлеуметтік мәдени комиссияның мүшесімін. Ол жерде де көптеген мәселелер қаралады. Бұл біріккен комиссияға немесе мәслихаттың сессиясына өткізуден бұрын алдымен барлық мәселелер сол арнайы комиссияда талқыланып өтеді. Сол комиссия бойынша өз саламыз бойынша мәдениет, денсаулық, спорт салалары бойынша барлық мәселелерді осы тұрақты комиссияда талқыланады. Осы талқылаудан кейін барып сессияға ұсынылады. Ары қарай сессияға ұсынады. Ол жерде сол комиссияға келіп, сол жауапты басқарма мамандары келіп баяндайды. Сол жерде арнайы сұрақтар туады. Ол жерде сессияға өткізу, өткізбеу, немесе тоқтата тұру, ары қарай толық тағы да бір анықтау, талдау жұмыстарын қажет ете ме, соның барлығы сол тұрақты комиссияда шешіліп қаралады. Енді сіз мынау күнделікті жұмыс барысында, жалпы енді осы депутаттық мандатыңыздың аясында сайлаушылармен жүздесуге уақыт табасыз ба? Жылына бір рет осы облыстық медицина орталығынан ауданда жетіспейтін мамандарды өзімен бірге алып, сол өзім сайланған учаскеден халықты аралап, елді мекендерді. Сол жерде медициналық, профилактикалық тексеру жұмыстарын жүргіздік. Сол жерде дәрігерлер халықты, елді кеңес беріп жатады. Мен депутат есебінде тағы да халықты қабылдап солай аралаймын жылда. Енді биылғы осы көктемге жоспарлап отырмыз. Тағы да осы елді мекендерді бір аралап шығуға. Сайлаушыларыңыздың аманатын тыңдап қайтасыз. Барып, өзіммен осы жерде қажет жаңғырғанда андай көшпелі, кешенді машина, автомобиль. Медициналық қызмет көрсететін. Сол кешенді комплекспен шығамыз. Өзіммен осы жақтан қажетті 4-5 маманды ертіп алам. Осындай тар буынды, сол ауылда жоқ, немесе жетіспейтін, әсіресе жаңа өзіміз айтқан өршіп тұрған аурулар деген сияқты, гипертония бар, мысалы сахарный диабет деген сияқты, көз аурулар мамандары кейбір жетіспейтін жағдайлар болып жатады. Сонда осындай мамандарды өзімен бірге ертіп шығып, сол елді мекендерді аралап, халықтарға профилактикалық кеңес беріп, осмотр жасап, және де тағы да өзінің депутат есебінде қабылдау жүргізеді. Сіздің хоббиіңіз бар ма? Хоббиім, қолым бос болса кітап оқу. Қандай кітаптар оқисыз? Біз жас кезімізден өздеріңіз білесіздер, ол кезде интернет деген болған жоқ. Телевидениеде енді қадам басып келе жатқан кезде, ол кездегі біздің жасымыз, біздің қатарларымыз барлығы да осы кітаппен тәрбиеленді қой, кітап оқумен. Қазіргі кезде қолымыз босаса, мен тарихи кітаптарды оқығанды жақсы көремін, қолымыз босаса сол кітапты оқығанды соған көңіл бөлемін. Сессияда жалпы кезектен тыс жақында өткен сессияда бюджетті нақтылау мәселесі қаралды. Бұл жөнінде не айта аласыз? Жалпы бюджетте, биылғы бюджет қандай салаларға бағытталып отыр?
Әлеуметтік деп айтуға болады. Бұл жерде негізі әлеуметтік салаға көп мән берілген, және де мына депутаттардың өтініші, халықтан елден түскен сұраным бойынша сол көп қамтылды. Бұл жерде аймақ басшысы арнайы осы депутаттардың халықтан келіп түскен өтінішін көп қамтуды айтып өткен болатындығын, және де сол орындалды. Әлі де нақтыланатын бюджеттер болады, жыл бойында нақтыланып тұрады. Сол нақтылану барысында да әлі біраз деген өтініш сұраныстар кіріп, нақтыланып, соған өтіп тұрады. Күні кеше облыс әкімі халық алдында есеп берді. Осы есебінде өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуына атқарылып жатқан жұмыстарды халық алдында баяндады. Өзіңіз осы өңірдің азаматы ретінде аймақтағы атқарылып жатқан жұмыстарға қандай баға берер едіңіз? Кешегі аймақ басшының жылдық есебіне барлығымызда қатыстық. Ол жерде аймақ басшы үлкен көлемді түрде есеп берді, барлық саланы қамтып өтті. Ол жерде қандай оң көрсеткіштерге жетіп жатқанымызға да тоқталып өтті. Оны барлықтарыңыз да естідіңіздер, қатыстыңыздар. Енді соның ішінде медицина саласы бойынша бір ауыз сөз айтып өтіп кетсем, медицина саласында соңғы 5 жылдың ішінде алғашқы медициналық көмек көрсету, бұрын поликлиника былай айтқанда 64-65%-ға жаңарды. Өздеріңіз білесіздер, осыдан 5 жыл бұрын қандай жағдай еді. Қазір барлық жерлерде, көп жерлерде жаңа ауруханалар, жаңа емханалар жұмыс атқарып жатыр. Олар соған қажетті талапқа сай құрал жабдықтармен қамтылды. Кешегі есеп беруде аймақ басшысы тағы айтып өтті, 8 миллиард теңгеге медициналық құрал жабдықтар алды деп. Біздің облысымыздың материалдық, техникалық жабдықталу көрсеткіші 80%-ның үстіне шықты. Бұл деген өте жоғары көрсеткіш. Мен өзім негізгі мамандығым хирург-дәрігер. Хирург-дәрігер есебінде де айталам. Өзім қазіргі хирургияны білесіздер, медицинаны. Қандай қажетті құрал жабдықтарды қажет ететін. Біздің жабдықталуымыз соңғы кездегі аудандық ауруханалар болсын, қалалық, облыстық ауруханалар. Мысалы, біздің аурухана 90-95%-ға жетіп жатыр жабдықталуы. Ол деген жоғары көрсеткіш. Оған сай көрсеткіштерде, мысалы, адам денсаулығына қатысты жақсарып келе жатқан шығар. Оған байланысты адам көрсеткіштерде, оның барлығы да кеше айтылып өтті. Адамның жалпы өмір сүру ұзақтығы бар, барлығы да жоғарылап келе жатыр. Ол құрал жабдықтың артында оны істейтін адам бар, маман керек. Оның барлығы да оқытылып жатыр. Қанша адам резидентураға жіберіліп жатыр, мамандар. Енді биылдан бастап келеді деп күтіліп жатыр. Шетелдерде білімі жетіліп жатыр мамандар. Оған барлығында осы облыстық бюджеттен ақша бөлініп жатыр. Халық қазы, еңбек таразы демекші. Еселі еңбегіңіз халық алдындағы табысты бола берсін. Студиямызға келіп, келелі сұхбат бергеніңізге алғыс айтамыз. Рахмет. Табысты еңбек төрінен көрініп, саясат аренасында салмақты ой, пайымды пікірмен, бастысы көрнекті ісімен танылған депутаттарды халық білуі тиіс. Ал олардың белсенділігі өзгесіне үлгі болғаны абзал. Депутат мандатын иемденгендер ел үшін елеңдеп, халық қамын биік қоятындар қатарынан болса, сайлаушылар халық қалаусына деген сенімін арттыра түсері анық. Хабарымызды осы жерден тәмамдаймыз. Халықтың депутаттың мәселені шешуге деген ынта ықыласы зор болсын. Амандықта жүздескенше.